Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда қазақтың көрнекті жазушысы, қоғам қайраткері Қабдеш Жұмаділовтің өмірімен, шығармашылығымен және тағдыр романымен танысатын боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қабдеш Жұмаділов жазушының өмірі мен шығармашылық жолы, тағдыр романы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылық жолын тану, тағдыр романында көтерілген мәселені анықтау. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Қытай елінің Шыңжаң өлкесіндегі Тарбағатай аймағындағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. Олай болса, құрметті оқушылар, Қабдеш Жұмаділовтің өмірі, шығармашылығы және тағдыр романы туралы мына бейнебаянға назар аударыңыздар. Қабдеш Жұмаділов Қазақстанның халық жазушысы. 1936 жылдың 24 сәуірінде Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. 1956 жылы Шәуешек гимназиясын бітіріп, жолдамамен қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түседі. 1958 жылы Қытай үкіметі органдары кері шақырып алады. 1962 жылы Бақты шекарасын бұзып өткен қазақ жастарымен Қазақстанға бір жола оралып, оқуын аяқтайды. Қазақ әдебиеті газетінде, жазушы баспасында Қазақстанның баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі мемлекеттік кабинетінде қызмет істеген. Қазақстан жазушылар одағы сыйлығының, Қазақстанның мемлекеттік сыйлығының, тәуелсіз Тарлан сыйлықтарының лауреаты. Жазушы шығармалары орыс, украин, белорус, өзбек, ұйғыр, қырғыз, түрік тілдерінде басылып шыққан. 1956 жылы Жамал атты тырнақалды әңгімесі Үрімжіде шығатын Шұғыла журналында жарияланған. Жазушының Қаздар қайтып барады атты әңгімелер жинағы, Көкөй кесті, Соңғы көш, Ата мекен, Тағдыр, Қыл көпір романдары, Дарабоз дилогиясы, Таңғажайып дүние атты ғұмырнамалық романы, Қалың елім қазағым атты публицистикалық мақалалар жинағы көпшілікке кеңінен танымал. Қабдеш Жұмаділов 1990 жылы Тағдыр романы үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Жазушы шығармаларының көпшілігі тарихи тақырыптарға жазылған. Мәселен, Дарабоз романында 18 ғасырдағы, Тағдыр, Прометей алауы романдарында 19 ғасырдағы, Соңғы көш, Ата мекен, Көкөй кесті, Саржайлау романдарында 20 ғасырдағы ел өміріндегі елеулі оқиғаларды бейнелеу арқылы халық тарихының көркем шежіресі жасалған. Қаламгердің ең алғашқы шығармасынан бастап, күллі шығармашылығына алтын арқау етіп тартылған желі, ата мекенді қастерлеу, туған жерді кие тұту. Қабдеш Жұмаділов Қазақстанның халық жазушысы. 1936 жылдың 24 сәуірінде Қытай Халық Республикасы Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданында дүниеге келген. 1950. Келесі оқушылар тағдыр романы туралы білетін боламыз. Қабдеш Жұмаділовтың Тағдыр романы 1988 жылы жарық көріп, 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Роман 1884 жылғы Шәуешек хаттамасында бекітілген Ресей патшалығы мен Цин империясы арасындағы шекара бөліс туралы. Бұл оқиға екі алып империя арасындағы жер бөлісі ғана емес, Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақ халқында екіге айырған тарихи оқиға болды. Жазушы осы кезеңде шекараның арғы бетінде қалған халықтың тағдырын тақырып етіп алған. Романның бас кейіпкері Демежан тарихта болған тұлға. Жазушы ел үшін қызмет етіп, жан-жарлыққа барған адамның өмірі арқылы бүкіл бір кезеңдегі халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді. Ол тек қазақ халқына тән жақсы қасиеттерді,
әдемі дәстүрлерді, әдет-ғұрыпты ғана емес, сол тұстағы қазақ қоғамында орын алған алауыздық пен рушылдық секілді қасиеттерді де шынайы көрсете алған. Роман композициясы 4 бөлімнен және эпилогтан тұрады. Алғашқы жол торабы атты бөлімінде Демежанның шаңырақ көтеріп, шекара комиссиясы құрамында қызмет етуі, билікке араласуы, оқуы, ізденуі, ой өрісінің өсуі сипатталса, тағдыр талқысы атты 2 бөлімінде Демежанның жеке өміріндегі қиындықтар, әкесінің өлімі, ағайын арасындағы алауыздық баяндалады. Уақыт керуен деп аталатын 3 бөлімі Демежанның ұлт үшін істеген азаматтық істеріне арналған. Соңғы Дарағаш атты 4 бөлімінде Демежанға жазықсыз жала жабылады да дарға асылады. Романның қысқаша сюжеті осындай. Шығарма тауын тек роман кейіпкерінің басынан өткен жайлар, оның есею, кемелдену, өсу жолы деп қана түсінбей, көшпелі тіршіліктен отырықшылдыққа бет бұрған тұтас бір халықтың тағдыры деп түсіну керек. Елім айлап еңіреген, бодандық қамытын киген халықта өзге ұлттармен тең дәрежеде тұратындай өркениетке жеткізсем, өзін биетсем деп көксеген жанның өзек жарды армандары романның басты идеясына айналған. Құрметті оқушылар, бізде жаңа бейне сюжет арқылы Қабдеш Жұмаділовтің өмірі, шығармашылық жолымен және тағдыр романының сюжетімен танысқан болатынбыз. Олай болса, бүгінгі жаңа сабағымызға қатысты мынандай сұрақтарға жауап береміз. Жазушының өмірі мен шығармашылық жолы туралы не білеміз? Қандай шығармаларын білесіздер? Алғаш әңгімесі қалай аталады? Келесі сіздерге ұсынылып отырған тапсырма жазушының өмірі мен шығармашылық жолына байланысты хронологиялық кесте толтырасыздар. Білім Ланд сайтынан берілген тапсырманы орындаймыз. Бірнеше дұрыс жауапты белгілейсіздер. Қабдеш Жұмаділовтің шығармаларын көрсетесіздер. Дұрысын белгілеңіз. Келесі тапсырмамыз жаңағы мына жерде өздеріңіз бетшеден көріп отырсыздар. Бірнеше оқиғалар берілген. Осы Қабдеш Жұмаділовтің өмірі туралы, шығармалары туралы. Сіздер соның дұрыс және бұрыс екенін белгілеп көрсетесіздер. Сабақтан кейін, сабаққа дейін осы Қабдеш Жұмаділов туралы білетіндеріңіз және сабақтан кейін не білдім? Осы рефлексия парағын толтырамыз. Үй тапсырмасы берілген бекіту тапсырмасы мен үйге берілген тапсырманы Google Class курсында орналастырасыздар. Сонымен қатар сіздерге қосымша үйге Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романын оқулықтың 283 бетіндегі 2, 3, 5 сұрақтарға жауап жазасыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.